Кеш жарық көргенде сіздерге Алматы облысы Жамбыл ауданы Қызыласкер ауылындағы Әбділзақ Мәмиев атындағы мезгіл орта мектептің 9-шы сынып оқушысы Асқабайна Төлеу мақтатулы боламын. Бүгінгі сіздерге менің ашық университетке номинациясы бойынша қауіпсіз мектеп өлімге қарсы күрес атты тақырыптағы жобаны ұсынсам. Бұл жобаның тақырыбы мынандай: мектеп оқушылары арасындағы өлімнің алдын алу, оқушыларға психологиялық көмек көрсететін жүйе қалыптастыру, мектеп парламентімен бірге өлеңсіз мектепті қалыптастыру болып табылады. Тақырыптың өзектілігі: жан-жақты таралуы әлем бойынша балалар мен жасөспірімдердің 30% өлімнің құрбаны болғанын мойындайды. Екінші, психологиялық және әлеуметтік салдары: өлімге ұшыраған адамдар мен күйзеліс, үрей, өзін-өзі төмен бағалау секілді қиындықтарға тап болады. Үшінші, өлім тек жәбір көрген адамға емес, бүкіл қоғамға әсер ететін мәселе болып табылады. Ендігі тақырыбымыздағы қауіпсіз мектеп өлімге қарсы күрес атты тақырыптағы біздің осы өлімге күрес жүргізетін мектебіміздегі белсенді оқушылар мынандай: мектеп президенті, ақпарат министрі, мәдениет министрі және дебат министрі болып табылады. Бұл біздің анти-өлім командасы болып табылады. Бұл командада біздің мектебімізде белсенді оқушылардан өлімге қарсы күресетін осы біздің командамыз. Бұл біздің командамыздың эмблемасы болып табылады. Ал енді өлімге ұшыраған баламен қалай жұмыс жасаймыз дегенді сатылап көрсетіп кетсек. Бірінші қадам мектептегі бала санын анықтау. Екінші қадам сауалнама тарату. Сауалнама тарату арқылы баланың ойын біліп алу. Үшінші, достыққа негізделген шаралар ұйымдастыру. Дос бала акциясы, дебаттар ұйымдастыру, неше түрлі интеллектуалды ойындар ұйымдастыру сынды. Төртінші, психологиялық жұмыс жасау. Психологиялық жұмыс жасау, ата-анасына хабарлау, тәрбие орынбасарына хабарлау сынды. Соңғысы, ата-анасына хабардар ету. Осының барлығы. Бұл біздің қауіпсіз мектеп акциясы. Бұл біздің ең бірінші апталығымыздағы өткен іс-шаралардың топтамасы болып табылады. Бұл топтамада біз неше түрлі өлімге қатысты дебаттар, интеллектуалды ойындар, спорттық іс-шаралар сынды көптеген шаралар ұйымдастырған болатынбыз. Бұл біздің өлімге қарсы атты акция. Бұл акциямыз тағы да апталығымызда өткен акция болып табылады. Бұл жерде біз спорттық іс-шаралар, дебаттар, интеллектуалды ойындар, неше түрлі отырыстар, мектебіміздегі парламент мүшелеріне көптеген отырыстар өткізген болатынбыз. Бұл соның дәлелдері. Ендігі айлығымыздағы осы өткізген іс-шаралар қорытындылап өтсек. Біздегі мектепшілік сауалнамаға бірінші аптада 25 оқушы, ал екінші аптада 32 оқушы, үшінші аптада 51 оқушы қатысқан болатын. Ал өткізілген мектептегі іс-шаралар: бірінші аптада 3 шара, екінші аптада 4 шара, үшінші аптада 5 шара өткізілген болатын. 5-ші сыныптар, 7-ші сынып, 5-ші сынып, 9-ші сыныптар болған. Ал мынау біздің жасаған жұмыстарымыздың дәлелі. Яғни осы жасап жатқан жұмыстарымызды Facebook сынды, Instagram сынды желілердегі ссылкалар. Бұл сауалнама нәтижесі болғанымен сіздерге айтарым бар. Біз осы YouTube арнамыздың астына сілтеме қалдырамыз. Бұл сілтеме қалдыру арқылы біз мектебіміздегі өлімнің алдын аламыз. Яғни Telegram ботқа өтесіздер. Сол ботта сіздерге сауалнама жіберіледі. Сол сауалнама тапсыру арқылы бұл сауалнаманың жауаптары психологқа жетеді. Ал психолог сіздермен нақтылап номеріңізге, жекеңізге жазып жұмыс жасайтын болады. Бұл біздің мектебімізде ғана емес, бұл біздің ауданымызға, яғни облыстық көлемдегі оқушыларға тиімді жобалардың бірі болып табылады. Енді сауалнама нәтижесіне келетін болсақ, бірінші сауалнамада бізде 76, екінші сауалнама 48, үшінші сауалнама 22% құраған болатын. Біз жобамызды қорытындылап өтсек, өлім тек жәбір көрген адам ғана емес, бүкіл қоғамға әсер ететін мәселе. Сондықтан оған қарсы күрес мектептің заңнамалық деңгейге дейін жүргізілуі тиіс. Білім беру бағдарламалары және қоғамдық сана қалыптастыру өте маңызды болып табылады. Назарларыңызға рахмет.